1 май бірлік күні дедім да қыздарымды осылай паркке ойнатуға алып келдім. Негізі көп келе бермеймін, 3 бала-шағамен әбіржем ғой деп бүгін 2 қызымды алып шықтым. Қыздарым паркке алып келдің бе, жақсылап ойнатып қайт енді. Иә, бір от души жақсылап ойнасыншы деп 2 қызымды тоңқаңдатып осылай паркке алып келдім. Сіздер праздникте шығып тұрасыздар ма? Мынау сөйлететін ай-позитив деген емес па, иә? Қазір бізді де сөйлетіп жүрмесін. Иә, мен ғой дедім да детский соктан қыздарыма бір-біреуден алып беріп, үлкенімді осындай аттракционға отырғыздым. Өстіп қыдырып тұрсаң болады екен ғой, мәз ғой қыздарың. Үйден шықпайсың тегі. Маған салса апара берем ғой, просто 3 бала-шағамен паркте титтек болып кетесің ғой. Сіздер қанша бала-шағамен шығасыздар паркке? Осы аттракцион тоқтағаннан кейін осы жақтан қыздарыма подарка алып берейін дедім. Мына жерде шиқылдап тұрған қоян бар екен, қызым қолынан ұстап алды да. Ойбай, мен дұрыстап құлатасың қазір. Мен қоянды тастап кет. Иә, ол қоян біздің досымыз ғой, тастап кет оны. Ой, тастап кетеміз қазір, қызым просто ұстап көріп жатыр. Не болды сонша сендерге? Қыздарымды бір қуантайыншы деп екеуіне мороженое алып бердім. Мына екеуі де ауырып отыр ғой, неғып мороженое берейін деп жатсың? Жесін де енді алда-жылда бір келеді ғой. Жөтеліп тұруға амал жоқ қой, енді қайтеміз, жеймін деп тұрғасын бересің да. Ертең ауырып жөтеліп қалса маған айтпаңдар. Бопты, өзім кінәлі дедім да қыздарымды осы мороженое тауысып болған соң үйге қарай қайттық.